Сарыағаш аудандық татуластыру орталығында өңірге қарасты билер кеңесінің мүшелерімен дөңгелек үстел өтті. Жиында аудандық және оған теңестірілген соттың төрағасы Нұрқазы Шетенов пен аудандық сотының судьясы Нұргүл Ілесова жүргізді. Сонымен қандай мәселелер талқыланды? Нақтырақ алдағы бейнесюжетте. Алқалы жиынның негізгі тақырыбы ерлі-зайыптылардың ажырасуының алдын алу болды. Ертеде қазақ қоғамында бұл мәселе билер кеңесімен шешілген болса, қазіргі таңда қандай да бір мәселе туындай қалса, бірден сотқа арыз жазудан. Сотқа дейін жеткізбей татуластыру орталығы мен ауыл билері қоян-қолтық жұмыс жасап, ажырасудың алдын алу қажет дейді Сарыағаш ауданының сотының судьясы Нұргүл Ілесова. Алқалы жиынымыз өте мағыналы да мәнді өтті деп санаймыз, себебі билер тарапы барлығы белсенді рөл танытып, өздері тарапынан ұсыныстарын айтып отыр. Мысалы да қазіргі таңда үлкен кеңге жайылып кеткен ерлі-зайыптылардың арасындағы неке бұзу туралы мәселесі. Осы жағдайда ерлі-зайыптылардың татуластыру шарасын қолдануда тек медиатор тарапынан емес, осы билер кеңесін қатыстырып, егер сотқа жүгінетін болса, билер кеңесінің тұжырымдамасын алып кел деп сол негізде арызды қабылдамай тұру туралы өтініш айтылды билер тарапынан. Олар сотқа жүгінбес бұрын кей жағдайда осы билерге жүгінбей бірден сотқа кетіп қалып жатқан жағдайлар бар дейді. Сондықтан соның алдын алу үшін сотқа арыз түскен кезде ішінде билердің қорытындысы, билер кеңесінің тұжырымдамасы болмаса, онда қабылдамасаңыздар, біз оны білейік, мүмкін біз өзіміз татуластырып жіберетін шығармыз деген сыңайда билер кеңесінің мүшелері бізге солай ұсыныс айтып отыр. Жиында түгелдерлік билер кеңесінің мүшелері қатысып белсене атсалысты. Сондай-ақ дерт сияқты дендеп бара жатқан бұл ажырасу мәселесін тоқтатуға арналған өз ұсыныстарын білдірді. Билермен, участковыйлармен, кейін жаңағы әкіміміздің орынбасары Ермахан. Сол осындай екі жастың арасындағы, кейін мынау көршілердің арасындағы, жастардың арасындағы нелерді сол жерге шақырып, талқылап, бір 80-90% жарастыруға қол жеткізіп жүрміз. Ондайдың болғаны жақсы ғой, себебі жастарға өмірден көргендерін айтатын үлкендерді шақырамыз, би емес мынау ауылдың ақсақалдары, олар да қосылады. Айта кетейік, жиында бұдан бөлек қайтыс болу фактісін дер кезінде тіркеу және қарыз ақшаны өндіру мәселелері туралы да талқыланды. Еркежан Құрбанәліқызы, Асан Қазақбаев, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.